Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз ас тұзын зерттейміз. Бүгін біздің тәжірибемізде ас тұзын зерттеп көрсетеміз сіздерге. Біздің алдымызда Рамазан міне тұз. Бұл ас тұзы, иә? Тұздың түсі қандай? Тұз қандай екен? Ұсақ, иә? Ұсақ, иә? Не қолмен ұстап қол. Қолмен ұстап қол ғой. Ұсақ, иә? Қан енді дәмін көрейікші. Дәмін көр. Қандай? Ащы ма, тәтті ма? Ащы екен, иә? Біз бұны тамаққа қолданамыз, иә? Бұл біздің адам ағзасына пайдалы. Неге ұқсайды өзі? Алып көрейікші міне. Неге ұқсайды? Қарға, иә? Қарға ұқсайды екен, иә? Түсі бар, иә? Енді біз осы тұзбен тәжірибемізді бастайық. Біздің алдымызда міне су, иә? Мына ұстап көрі ғой сыртынан. Жылы ма, суық па? Суықтынан ұстап көруге. Жылы, иә? Ал енді Рамазан, осы жылы суға сен 3 ас қасық тұз сала ғой. 3 ас қасық тұз сала ғой, жылы суға. Сала ғой, иә. Біреу. Қолды ғана ғой, қолды ғана. Санай ғой. Екеуі мынау, иә. Сосын бұлғаймыз енді бұлға. Онда бұлғайық, иә? Тұз ерісін. Тұз суда да ерейді екен, иә? Тұз суда еріп кетеді екен. Ал енді осы тәжірибемізді көрейік. Мына жұмыртқаны салып, жұмыртқа бата ма екен, батпай ма екен? Салып көрші кәне. Батта, қара енді бетіне қара. Жұмыртқа қай жерде тұр? Мына жерде. Бетінде қалқып жүр, иә, қарашы. А мына салқын суға салсақ. Қайын жұмыртқаны салып көр ғой, салқын суға. Салқын суға салсақ, жұмыртқа? Төменде тұр, иә, өте төменде тұр, иә? Неге? Өткені біз мына жылы суға тұз салдық, иә? А мынау салқын мөлдір суға су жұмыртқа батып кетеді екен, иә? Өткені судың бізде жұмыртқа ауыр болады таза суда. А мына тұзды суда судың тығыздығы